Сіздерге айтайын деп тұрған мына нәрсені мұқият есте сақтаңыздар. Бұл әйелге қатысты жасалатын зұлымдықтың ең үлкендерінің бірі. Ең үлкен зұлымдық бұл әйелге физикалық зиян келтіру. Бұл сөзсіз үлкен зұлымдық. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам Алланың күңдері әйелдерді ұрмаңдар деген. Анық айтылған. Алланың күңдері әйелдерді ұрмаңдар. Алла елшісі әйелдеріңді ұрмаңдар десе болар еді. Әйелдеріңді ұрмаңдар. Бірақ неге? Алланың күңдері әйелдерді деді. Айтылған сөздерге ой жүгіртетін болсақ, егер Алланың күңдері әйелдер дейтін болсақ, бұл әйелдер кімге тиесілі екені белгілі болады. Алла олардың иесі. Егер сіз біреудің мүлкіне қол сұқсаңыз, мысалы, менің көлігімді зақымдасаңыз, сіз кімді ренжіттіңіз? Сіз мені ренжіттіңіз. Егер менің балама тиіскен болсаңыз, сіз тек менің баламды ғана ренжітіп, кемсіткен болмайсыз. Сіз сондай-ақ кімді кемсіткен боласыз? Мені де. Мен баламның есесін қайтаруға келемін. Егер олар Алланың мүлкі болса, және сіз оларды ұратын болсаңыз, ісіңіз кіммен болады? Алламен. Түсініп отырсыздар ма? Олар Алланың мүлкі. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып тұр. Әйелді ұрып соғуға, қорлауға мүлдем болмайды.